лагерьге бара жатыр, иә? Оларға не таратылып жатыр? Жолдама дейміз, иә? Ендеше бұл оқушыларға лагерьге жолдама таратылатын болса, қазір мен балалар сендерге сабаққа жолдама тарататын боламыз, әдебиет сабағына. Сол жолдаманың артына қарайып сандар жазылған. Көріп тұрмыз ба? Кімде 1 деген сан жазылған, бірінші топқа отыра қалыңыздар. Кімде 2 деген сан жазылған, екінші топқа отыра қалыңыздар. Бірінші топында отырыңыздар. Сіздер жігер тобы боласыздар, екінші топ сіздер сенім тобы боласыздар. Топ ережесі тақтаға ілініп тұр, білеміз, иә? Топ ережесін ұстанамыз. Топ басшысы. Жаңа топ басшысы. Сіздерде тайм-кипер кім болады? Вақытыңызды бақылап отырып. Ислам тайм-кипер. Жақсы. Біз сіздермен қандай шығарма өтіп жатырмыз? Қандай тапсырма берілді? Оқып келу керек болды. Оқыдық па? Баяғы сендерде кітапта қысқаша берілген, өте қысқа берілген. Соны толығымен оқыдық деп ойлаймын. Ендеше қазір сол үй тапсырмасын тексеріп алайық. Қаншалықты деңгейде оқып келу керек екен. Educalculate платформасын ашамын. Балалар, танысия бұл платформасы. Бұл жерде қазір сіздерге 5-6 сұрақ қойылады. Былай істейікші, қолымызды көтеріп, болмаса қоңырауды басып, жауап береміз. Барлығымыз орнымыздан айналамыз, жасыма, мен кімді айтып, сол маған жауап берсін. Ал бастайық ендеше. Балалар, галифе шалбар киген, жіңішке аяқтары сидиып, шашы қақ жағына желбіреп, қаздиып тұр. Кім туралы айтамын? Оспан кім? Ахметов. Оспанов па, Ахметов па? Ахметов. Назар Оспанов деді, иә? Бұл бөлімдегі оқиға қай мезгілде өтіп жатты? Қай эпизодта айтылады? Көз екен, қай жерден көрдіңдер? Қай жерде ол көз суреттеледі? Қай сәт? Тапсырмасымыз екінде жауап берді. Тапсырмасын. Али. Сендерді мадақтау карточкалар арқылы мен бағалай қояйын, ақылдың сол. Сосын бізде Ислам жауап берді, қолында кино айтып жатыр, жаңа айтқан сабақтың басында сұраған болатын. Киноны түгеліміз көрдік па дейді. Менің атын қожа киімін көрген бала киімді киім шығар, түгеліміз көрдік па? Көрмегендер барын айтып. Сен жақ көрдің ба? Қазір мына жерде кинолента әдісі арқылы есімізін түсіріп алайық сол кинодан. Қандай эпизодтар бар еді? Жек көріп тұрмыз сіздерге? Қандай эпизод еді? Мысалы, мына тұста. Бірінші топ көрінді ма? Бұл кім? Директоры Ахметов. Бұл қожа. Ең негізгі кейіпкер осы. Мына бала кім еді? Қожа мен Сұлтанов екеуі жауапқа кезде сол кезде осы бала бір су алып тұрады. Біз бүгін сіздермен жаңа тақырып көтереміз. Менің атым қожа хикаяның ең соңғы бөліммен танысамыз. Құпия кеңес деп аталады. Оқуымызды ашайын. Тақырыпты жаздық па? Ендеше тақырып менің атым қожа құпия кеңес. Оқу мақсаттары мен мынандай. Балалар, бір сәт басымызды көтерейік. Қараңыздар. Көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекет арқылы образын ашу және көркем шығармадан алған әсерін сипаттап, авторға хат, өлең жазу деген оқу мақсаттары. Осы оқу мақсаттарына қарап, сабақ мақсатын өзіміз айтыңдар. Қараңыздар. Қандай мақсат қоямыз бұл сабаққа? Менің атым қожадағы оқиғаларға мына жерден бірінші мақсатқа қарап алайықшы, оқу мақсатын. Соған қарап, сабақ мақсатын. Естиміз бұл. Менің атым қожадағы образын ашамыз. Кейіпкерлердің образын ашамыз. Тағы да іс-әрекетін нақтаймыз десе, екінші қай көркем шығарма нақтайтындар? Қай көркем шығарма? Менің атым қожадағы авторға немесе қожаға кейіпкерге хат жазамыз. Жақсы, сабақ мақсатын айтыңдар балалар. Ендеше ой қозғау мақсатында есімдерді тақтамен жұмысқа шақырамын. Әр топтан бір ғана бала шыға қойсын. Қожа тентек. Неге тентек ол? Көмектесіңдер, айта беріңіздер, олар жазып отыр. Қожа ақылды. Себебі ол құпия кеңесі өзіне не болды? кеңес Өзіне есеп берді. Ант берді, серт қойды, дұрыс. Тағы қандай сотқа деп жазып. Қожа үлкенді сыйлайды. Жазып, үлкенді сыйлайды. Енді топтық жұмысқа көшейік. Топтық жұмысқа көшейік.
Birinchi to'p sizlarga mындай topshirma berilgan. Kitobni tugatdingiz, o'qidingizlar. Endi kitobdan emas, mana topshirma sizlarga qo'shimcha deb ko'rsatilgan. Yaxshimi? Bu uchun mana QR skanerni olamiz, telefonga keladigan bo'ladi, maketib bor. Telefonimizni chiqaramiz. Skanerlab olib, sizlarga qanday topshirma? Qo'shimcha direkt ko'zga Bala қазақтың сабағында қандай тақырып өтіп Ендеше пәнаралық байланыс жасайық. Қазір сендер мына QR сканер білсеңдер, қосымша дерек көз ашылады, менің атым Қожа туралы. Сол жерден сан есімі бар қызықты мәліметтерді теріп жазасыңдар. Түсінікті ме? Дәптеріңде ақылдасып, топпен жұмыс істейтін тапсырма бар. Сенің ағасың жиын бар бала есімдігіне сенген Қожа деген тақырыпта шығармадағы тентек Қожаға хат жазылған. Тентек Қожаға хат жазасыңдар сіздер. Білім поштасы деген әдіспен неке балалар қойып қояйын. Қожаға хат жазасыңдар. Қожаға болмаса балалар авторға хат жазуға болады. Бердібек Соқпақбаевқа хат жазуға болады. Балалар бұл тапсырмаға сіздерге 10 минут уақыт беріледі. Ал кеттік. Айша, тыңдайық қалғанымыз. 1987 жылы Қожа фильмі жазылған. Фильм 15 тілге аударылған. Жақсы. Екі неке қандай сан есімдер бар ішінде? 1957 сосын 15. Жақсы, өте жақсы. Келесі кім оқиды? Менің атым Қожа фильмі 60 жыл бұрын түсірілген. Да, 60 жыл бұрын, ол 60 жыл, 60 деген Бірінші топ қазір сіздер бағалайсыздар сенің тобын. Жақсы ма? Тыңдап оқыңыздар. Ал сіздер де хат оқыңыз. Кім бастайды? Кім оқығысы келеді? Я Санжар оқыды ғой. Санжар мына жерге келші, мына жерге оқыды. Сосын екі қошасына салады. Жоқ, кімге екенін білмей қой. Бірден хатын оқиды. Құрметті Қожа, сен менің бала күнімнен сүйікті кейіпкерімсің, сен ақылдысың. Онымен қоса кейде бұзық та болып қаласың. Сен сотқарлығын апайымның сөмкесіне салып жіберген бақа туралы оқиға есімнен кетпейді. Бірақ сенің түбінде жақсы адам болатынына сенгенмін. Сен өте жігерлі баласың, жарайсың. Өте жақсы. Сабақ қой. Келесі. Хатыңды Қожаға жібереді. Сәлеметсіз бе, Бердібек аға. Мен сіздің менің атым Қожа атты хикаятыңыз ерекше жақсы көремін. Қожаның оқиғалары шынайы және қызықты. Тіпті Қожаның кейбір қылықтарынан өзімді көргендей боламын. Қожа тентек болса да жүрегі таза бала. Сіздің шығармаңыз бізге өмірлік сабақ берді. Сізге алғыс айтамын. Ізгі ниетпен мансұр. Өмірлік сабақ дегенде қалай жақсы болмағансың? Қалдың ғой жазында. Өмірлік сабақ қалды. Қандай сабақ алды? Тәртіпті болуға, сабағын жақсы оқуға, үлкендерді құрметтеуге. Бұны балалар домбыра әдісімен бағалай қоямыз. Білеміз ғой, домбыралық жүйемен. Бірінші топ, екінші топты бағалай қойыңыздар. Жігер тобы, сенім тобы бағалай қойыңыздар. Жалпы топқа кәнекей. Неше қойдыңыз? 9. Жоғары бал көпсіңдер, е? Ал түсіндірейік, не үшін жоғары бал беріңіздер? Өйткені олар Қожаға сосын ақылға қарағанда жақсы жазды. Оларда қызықты Сақталды ма? Сақталды ма? Хат жазу біле ме? Жақсы. Енді қазір топтық жұмыс емес, жеке жұмыс орындайтын боламыз. Бұл жерде топ біраз құрбағы, топтың құрамы біраз өзгереді, жақсы ма? Жеке жұмыста. Мынандай тапсырма орындайық. Мансұр, сен бізде бүгін Қожаның образын сомдайтын боласың. Бүгін сен бізде Қожа боласың. Жақсы ма? Қазір мен саған сөз беремін. Әзірге мына сөзді өтемін. Саған қазір жасап жақындап түсіндіріп беремін істейтінді. Қожаның образын сомдау. Жақсы ма? Санжар, саған кейіпкерлер галереясы деген. Балалар, сендер қарап отырыңдар, өйткені бұл жерде де бағалау болады, бірінші топ тыңдап отырыңыздар. Кейіпкерлер галереясы. Бұл жерде тыңдарымыз істеуге болады. Кейіпкердің суреті берілген, кейіпкердің аты және кейіпкердің іс-әрекеті. Бәрін айтып қой, біз іс-әрекетін талдаймыз, портретін талдаймыз деп. Осы жерде сен сәйкестендіріп жүрсің. Мысалы, мына адам кім? Майқанның іс-әрекетін тауып аласың да жерде бір-біріне сәйкестендіресің. Ал қалған балалар топ шықсын, топ емесін жеке шығасыңдар. Сіздермен біз қазір сұрақтар керуені деген тапсырманы орындаймыз. Ол үшін ортаға шығарыңыздар. Сұрақтар керуені деп аталып себебіміз мына жерде әрбір ауылдар бар, ауылдар бар. Қазір сендер барабанды мен айналдырайын. Мына бағдар кімге келіп түседі, сол бала жаңағы жақшықты ашады. Соның ауызына керуен келеді. Саған сұрақ қояды. Сұрақтар жаңа өткен тақырып бар ғой, құпия кеңесе, сол бойынша сұрақтар қойылады сендерге. Соған жауап бересіз. Егер мына бала жауап бере алмаса, онда келесі балаға жауап беруге болады. Расымен? Айналдырайын.
әдепсіздік жасауына қандай жаза түрінде ұсынылады? Жаңағы шығармада құпия кеңесте кім айтады ғой, қожа. Егер біреу маған тиісетін болса дейді, Мен оған қалай жазалайды? ескертемін, ал оған көбінесе деп айтамын, жақсы. Бүгінгі оқушы болу үшін қандай қағидаларды ұстанады? Не істеймін дейді? ол ең бірінші Сабақ күнде сабағын, мезгілде сабағын оқып отырамын. Сабақтан қалмаймыз келесіз, кезде мен міндетті түрде озат оқушының өте жақсы бала. Бірінші кейіпкерсің кім екен? Міне мына жерді алшайықшы, көрсетейік. Қарап отырыңыздар. Бірінші кім депті? Майқарма депті. Майқарма не істеді дейді? Қожаның мінезін жиі сынап, оның бұзықтықтарын ұнатпайды деді. Дұрыс па? Мына екінші бала кімді ұқпайды сен? Қожа. Қожа не істейді? Келесі? Жантас. Ол не істейді? Көже деп атайды. Жақсы, жарамыз. Бұл тапсырманы өзіңіз бағалаймыз қазір. Соған дайын қойыңыздар. Төрт құжат әдісімен, аты жөнін жазады. Төрт құжат әдісімен Мансұрды тыңдаймыз қалғанымыз, ал бастайық. Жабық келесіні ашық деп жариялаймын. Күн тәртібіндегі мәселе біреу-ақ. Тәртіпті оқушы болу үшін қожаға не істеу керек? Ал сөйлеп атыр. Тұр! Отыр. Жаз. Неге жазайын? Жаз. Ертеңнен бастап тентек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Егер өз тиісенше, онда қой де. Әйтпесе көкені танытам деп. Аталатып бар. Шетіне қойып қойыңдар. Төрт құжатты мен қазір қарап шығамын. Сабақты бекітуге көшейік балалар. Сіздермен автормен сұхбат деген әдісті өткізе қойып, бұл жерде қазір сіздерге бүгін алған білімдерің бойынша сұрақтар қойылады. Кім қай оқушы өзінің есімін естиді, сол оқушы жауап берсін. Естіп па? Ол оқушы жауап бере алмаса, қоңырау соғамыздар. Келесі оқушыға жауап береді. Айша, қожа сияқты өз өзіне есеп берген кездер болды ма? Қожа сияқты өзіңізге есеп берген кездер болды ма деп сұрады. Иә, болды, бірақ қожа сияқты айнаның алдында есеп бермесем де, өзім жасаған қателіктерді келесі жолға жасауға жасадыңдар. Қателіктер, бәрімізде қателіктер бар. Бірақ келесі жолда оны жасамауға тырысамын. Жақсы отырамын. Аяғым тәрбиеге байланысты қандай мақал мәтелдерді білесің? Тәрбиеге байланысты болуға болады. тәрбие тау бесікке. Тағы қандай мақалдар білесіз балалар? Кімге? Қожаға қатысты қандай мақал? Әдепті бала, арлы бала, әдепсіз бала. Өте жақсы. Білімді бекітіппіз, есімдегі білім бере салымен бағалай қойып, жаңа жауап берген балаларға міне Мансұр бізде білім бере салына жетті ғой, сосын исламға сұрақ қойдық па? Исламға сұрақ қойдық, аяғы жауап берді, Айша өте жақсы жауап берді, басқалардың сұрақтарына жауап беріп отыр. Енді балалар бүгінгі сабағымызға кері байланыс бере отырып, білім қоржыны бұл жерде сіздерге 3 қоржын берілген. Қоржынға сәйкес жас сұрақтарға. Мен шықсам ғой. Бәрі бір оқта шыға беруге болады. Балалар түсіндіріп алайын. Айын туды болған дегенде жас басықты. Сабақты мен түсіндім. Білімдер салады. Қызыл білетінім 1-9, білмейтінім 99. Әлі де бүгін сабақты түсіндім, бірақ әлі де ізденуім керек дегенге салсын. Ал адам қатесіз болмас, ол түтінсіз болмас дегенге, бүгін сабақта түсініксіз жерлер болды, түсінбеген сұрақ болды, сұрақтарым бар деген жерден жазылушыға салады. Жасылға салып жатқанда түсіндіріңдерші. Мен жасылға салдым, себебі мен сабақты жасылға салдым. Тапсырмасы 105-ші ретте 3-ші тапсырма. Менің атым тақырыбына өз есімінің мағынасын баяндап жаз. Неге сендердің аттарды солай қойған? Өзің қариға башар деп Мансұр деп қойды. Санжар, жүзбе ата-аналардан сұрап, осы тақырыпта шағын баяндама мәтін жазып келесің. Жақсы ма? Болды балалар, сабақтарымыз аяқталды. Сіздерге рахмет. Міне бүгінгі сәйкесінше бағаларыңызды қойып беремін. Санжар. Шынай беріңіз, заттарыңызды жинап,